Али Имран сүресі 148-156 аяттар. Алла ондай жанкешті жандарға бұл дүниенің қызығын беріп, ақыреттің керемет сауабына бөлейді. Алла ізгілік жасаған жандарды сүйеді. Уа, иман келтірген жандар! Егерде көпірлік келтіргендерге бағынар болсаңдар, олар сендерді тура бағыттарыңнан теріс бұрып діннен шығарады. Сөйтіп сендер қасірет шеккендерге айналасыңдар. Алла сендердің қамқоршыларың, ол жәрдемшілердің ең жақсысы. Аллаға серік қосқандары үшін кәпірлердің жүрегіне үрей ұялатамыз. Алла ол ширк жөнінде ешқандай дәлел түсірмеген еді ғой. Олардың барар жері от, залымдардың мекені қандай жаман еді. Алланың қалауымен жауларыңа ойсырата соққы берген кездеріңде Алла сендерге берген уәдесін орындады. Ол сендердің жақсы көріп қалаған нәрселеріңді жеңісті бергеннен кейін де өздерін қорқып әлсіздік танытып, бұйрыққа бағынбай таласып тіл алмадыңдар. Кейбіреулердің осы өмірдің қызықтарына соғыстан түскен олжаға көз тіккендер, кейбіреуің ақыреттен үміт еттіңдер. Содан кейін Құдай сендерге жеңістің ащы дәмін таттырды. Бірақ Алла сендерге кешірім берген, өйткені Алла мүминдерді жарылқаушы. Уа, мүмин жандар! Бір-бірлеріңе де қарамастан жаудан қырқырай қашқан сәттерің естеріңде ме? Ал Расул елші Мұхаммед оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, арттарыңнан айқайлап шақырған еді. Жеңіс пен олжаны қолдан беріп, бастарың бәлеге қалғанда, Алла сендердің жеңістердің уайымына қоса пайғамбардың тілін алмағандарың үшін қайғы жіберу арқылы жазалады. Алла сендердің істеген істеріңнен хабардар. Қайғыдан соң Алла сендердің бір топтарыңды тыныштықта мүлкітіп ұйқыға шомдырды. Ал қалғандары өз қара басын ойлап уайымдады. Жәһілік дәуірлеріндегідей Алла жөнінде әділетсіз ойларға кетіп, біз еш нәрсе шеше алмаймыз ғой. Қолымызда не тұр, деді. Ақиқатында істің барлығы Аллаға тән. Деп айтқын оларға, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Іштеріне бүккендерін олар саған білдірмейді. Егерде бұл істе біздің өз еркіміз өзімізде болса, бұл жерде арам өлмеседік, деді олар. Сендер тіпті үйлеріңде жатсаңдар да, тағдырыңның жазғаны сол болса, өлетін жерлеріңе өздерің-ақ жетіп барасыңдар, деп айтқын оларға. Бұрын бәрінде Алла сендердің ішкі ниеттеріңді сынап, жүректеріңдегіні тазалау үшін жасады. Алла көкелеріңдегіні толық білуші. Ухуд шайқасы болған күні екі топ бір-бірімен бетпе-бет кездесті. Сол кезде іштеріңдегі артқа қашқандарды шайтан пайғамбардың бұйрығына бойсұнбауға ұрындырып, тура жолдан тайдырды. Алла оларды кешіріп қойған. Ақиқатында Алла кешірімді, мейірімді. Уа, иман келтірген жандар! Сапарға шыққан немесе жорықта жүрген бауырлары жайлы, егерде олар біздің қасымызда болғанда өлмес те еді, кісі қолынан қаза таппас та еді, деп айтатын кәпірлерге ұқсамаңдар. Бұндай бойкүйездік ойды Алла олардың жүректеріне қасірет егу үшін түсіреді. Алла пенделерін тірілтеді және өлтіреді. Жасаған істеріңнің барлығын Құдай көруші.